Есен амансыңдар ма, қазақтар, бүкіл түркі елі. Қазір әлемде болып жатқан оқиғалардың бәрін қарап жатсақ, біз түркі еліміз чорт болғанша өстіп чорт болып бір-бірлеп бәрімізді жеп жатыр. Ұйғырларды қытайлар жеп қойды, Тибет Қытай жеп қойды, жарты қазақтың или Алтайдың қазақтардың жерін жеп қойды, қырғыздардың жерін жеп қойды. Россия Кавказ жеп жатыр, Украинаны жеп жатыр, Қазақстанға кіріп жатыр, Өзбекстанға кіріп жатыр, бір-бірлеп қырып жатыр бәрі. Еврейлер ана жақта Иранды дырылдатып отыр. Сонда англичандармен бірге. Енді бізді қараңдар. Біз түркі елі бірігу керекпіз. Өзіміздің қалай десек, түрк қарулы күш керек. Түрк әлемнің өз бауырлардан біреуіміз мысал миротворческие силы дейді ғой. Тюркские миротворческие силы надо создать, короче говоря. И сол тюркские миротворческие силы болғанда олар тек қана біреуге түрк елге біреу тиіссе, соғанда как миротворческий күшке ұқсап соға кіріседі, қорғайды бір-бірлерін. Сондай бір қоғам құру керек. Қарулы түрк қорғау қарулы күштер керек. Бәріміз бірігіп, осыдан бурят, якут, татар, башқұрт, хақаз, алтай, ноғайлар, қырым татарлары, анда Европада қандай тағы елдер бар, түріктер, қандай тағы хорваттар ма? Хорваттардың қасында кім бар тағы? Соның бәрін бірігіп, моңғолдар болсын, Корея, Япония болсын. Кстати, Корея бізде тілдері де ұқсайды кішкене. Оларды бізде 1, 2, 3, 4 дегенде олар 4 дейді, 4-ті. Ұқсас сөздері бар. Бір континентте тұрғаннан көршілес болған. Якут, чуваш, чукчалар бәрі бірге, бір кішкентай елдер бәрі қорғау керекпіз біз бәрімізді, бір бауырларымыз. Тілдері кішкене өзгеріп отыр ғой енді. Бірақ ұқсас, диалекттеріміз басқаша. Соның бәрін құрастырып, сондай ой шығып отыр. Қалай қарайсыңдар ондайға?